Сәлем, достар. Бүгін біз өте маңызды тақырыпты қозғаймыз: анемия. Бұл не, оның белгілері қандай, және ең бастысы, анемиядан қалай арылуға болады? Егер денсаулығыңызға бейжай қарамасаңыз, онда бұл видео сізге арналған. Бір бөлім: анемия деген не? Анемия бұл қандағы гемоглобин деңгейінің төмендеуі немесе эритроциттердің, қызыл қан жасушаларының азаюы. Бұл жағдай дененің оттегімен дұрыс қамтамасыз етілмеуіне әкеледі. Нәтижесінде сіз шаршап, әлсіздікті сезінуіңіз мүмкін. Тіпті бас айналып, тыныс алуда қиындықтар болуы мүмкін. Қысқаша айтқанда, анемия бұл ағзаңыздың оттегі тапшылығы. Екі бөлім: анемияның негізгі белгілері. Жиі шаршау және әлсіздік. Бозарған немесе сарғыш тері түсі. Бас айналу және бас ауруы. Тыныс алудың қиындауы. Тырнақтардың сынғыштығы немесе шаштың түсуі. Жүрек қағысының жиілеуі. Үш бөлім: анемияның түрлері және себептері. Темір жетіспеушілік анемиясы темірдің аздығынан болады. Витамин тапшылығы анемиясы F12 немесе фолий қышқылының жетіспеушілігінен. Созылмалы аурулардан туындаған анемия, мысалы, бүйрек аурулары немесе рак. Төрт бөлім: анемиядан қалай арылуға болады? Бір, тамақтану рационын реттеу. Темірге бай тағамдарды тұтыныңыз: қызыл ет, бауыр, жасыл жапырақты көкөністер, мысалы, шпинат. В12 витаминін алуға көңіл бөліңіз: жұмыртқа, балық, сүт өнімдері. Фолий қышқылы: авокадо, жаңғақ, цитрустар. Екі, дәрігерге қаралыңыз. Егер тамақтану көмектеспесе, дәрігерге қаралып, қосымша препараттар қабылдау қажет болуы мүмкін. Ешқашан өз бетіңізше дәрі-дәрмек ішпеңіз. Үш, салауатты өмір салтын ұстану. Уақытылы тамақтану, стресс деңгейін төмендету және жеткілікті ұйқы маңызды. Бес бөлім: анемияның алдын алу. Түрлі және теңгерімді диета ұстаныңыз. Жыл сайын дәрігерге қаралып, тексеріс жасаңыз. Темір мен F12 жеткілікті болуын қадағалаңыз. Қорытынды: анемия бұл емделетін жағдай. Бірақ оны елеусіз қалдыру денсаулыққа үлкен зиян келтіруі мүмкін. Достар, егер бұл видео пайдалы болса, лайк басып арнамызға жазылыңыз. Келесі видеода сізді тағы да пайдалы кеңестер күтеді.